Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен достар. Қазақ тілі мен әдебиеті пәндер бірлестігінің 10 күндігінің ашылуына орай Мұқағали Мақатаев өлеңдері оқылу барысында 5-ші Б сынып оқушыларынан челленджді қабыл етті. Мұқағали Мақатаев: әкеме, сонымен құладың ба тас қамалым, қалмады күйін іштен бас қамалым, зиратың аяқ асты болмасын деп, бұзылған қамалыңнан тас қаладым. Шынымен құладың ба нулы орманым, шынымен өртеннің мен ұлы орманым, әке сенің өміріңді жалғамасам, құрып кетсін жер басып ол болған. Жомарт жандарға қуанышпен не берсеңдер де аламын. Азық түлік, аздап ақша, баспана бақ, қажет ғой адамның. Жырларының ақысы ғой, көз жасы ғой қаламның. Штаттарда қаңғырғанда жолаушымын сиялам. Қонақүй, қорек, әрине керек, оның несіне алам. Тіршілікте тірі адамға сый тартпайтын мен бердім. Барлығына, бар ғаламның, бар байлығын беремін. Отан, Мұқағали Мақатаев: отан, сен болмасаң нетерім, мәңгілікке бақытсыз боп өтерім, өмірден бұл өксумен кетерім, құс ұясыз, жыртқыш үнсіз болмайды, ал отансыз жан өмірінде оңбайды. Өзін өзі қорлайды да сорлайды, тірі адамға сол қайғы. Күн көреді әкесіз де анасыз, өмір сүрер әйелсіз де баласыз, ал отансыз нағыз сорлы панасыз. Білесің бе сен отанның не екен? Екі өмір жоқ, әрине жоқ екі өлім, екі отан жоқ, жалғыз отан мекенің. Мұқағали Мақатаев: туған жер, таңыз өлке, таңыз аймақ, таңыз ман, анау жерде құтбыладмен алысқам, анау жерде құтбы жанмен табысқам, алба жұлба ақша бұлтта жадысқан, таулар әне ұйықтап кеткен данышпан, жолдар анау шұбат толып шаң ұшқан, таңыз өлке, таңыз аймақ, таңыз ман, шабындықтар егістіктер тоғайлы, төбелердің төбесінде көгайды. Аққу деген жанның көп жанарын жеп барады, неге сонша телміріп көп қарадың? Дөп қарасам мен саған, өртенесің, қарама кеп қарағым. Аққудатар мергенің мен емеспін, ажал оғын алған жоқ менен ешкім. Айдын көлдің аққуын ара шалап, аттан салып талаймен төбелесім. Тауы құмға айналған жана мұңға, қорғаушында аққуым таныдың ба? Неге сонша телміріп көп қарадың? Мұят тұтып мұң шаңғып жалынуыма, пана таппай жалғанның жарығында. Анашым, асыл анам, есіл анам, елжіреп есіркеймін есіме алам. Сен мен үшін суалтқан ақ сүтімді, автамасам болып жүрмін несіне адам. Алыс жолда жүрсең де ағып ашық, аға толып сүрмей жанын ашық. Оқытып кешеу барған хаттарымды, отырмасын үрпейіп жанын ашып. Өткізіп талай жылды ай аптаны, оқуын ұлын жақсы аяқтады. Анашым, білемін сені қарсы емессің, кеттім мен түн даланы оятқалы. Мұқағали Мақатаев бесік басында: ұқсайды бар тыныштық жер бетінде, ұйқыдағы сәбидің келбетінде, ояту былай тұрсын, рұқсат жоқ, ұйықтап жатқан ұлымды тербетуге. Ұйықта ұлым, ұйықта бөпем қасымдамын, керек емес дүние асылдарым, бақыт, байлық барлығы менің үшін сенің бір кеп мойныма асылғаның. Аймаласын жанымды күлкінменен, тамағынан айналдым бүлкілдеген. Не дейсің сен бұртиып айтшы сәулем, тықтаған жүректі бір тілменен. Қандай ғана анадан туады адам, сәбилердің ұйқысын қуалаған. О тыныштық қандай рахат, сәбилер жыламаған. Құсайды бар тыныштық жер бетінде, ұйқыдағы сәбидің келбетінде. Кім болсан о бол, мейлі рұқсат жоқ, ұйықтап жатқан ұлымды тербетуге. Мұқағали Мақатаев: қойшы бала әкітай, алғар өжет әкітай, өзі қалап қой баққан, қозысын қорғай аялай, лаған жырға ойнатқан. Жалауда болды әкітай, семіртіп бойын бірнеше ай, шілденің ыстық күнінде, мал бағып тапты жалықпай. Жалаудан қайтты әкітай, күз болды енді түн ұзап, күзетіп қойын ұйықтамай бөріге берме бір лақ. Қыс болсын мейлі әкітай, мәпеліп қойын бағады, өмірден оқып қажымай, малының бағын табады. Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін оқу челленджі 6-ші Ә сынып оқушыларына жолдайды.